Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жас алу жолы өте оңай, бар болғаны 5 минут қана уақытыңыз кететін кекстің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, қант, сүт, сары май және де ұн мен разрыхитель. Қанша мөлшерде керектігін төмен жаққа описаниеге қалдырып кетемін. Ең бірінші жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне қантты бірнеше бөлікке салып жақсылап көпіргенше араластырасыздар. Одан кейін үстіне сүтімізді және де ерітілген сары майды құясыздар. Ендігі кезекте ұнымыз бен разрыхителімізді бірнеше бөлікке бөліп ситадан өткізіп саласыздар. Барлығын бірден салуға болмайды. Тестаңыз басылып қалады, одан кейін пешке салғанда көтерілмейтін болады. Барлығын жақсылап араластырып кекстің формасына құйып шығыңыздар. Бұл жерде жартылай ғана құйсаңыздар жеткілікті. Көп болып кетсе, піскен кезде төбесі жарылып кететін болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аласыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер. Және де қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Келесіде жаңадан видео рецепт салғанда сізге хабарландыру келіп тұратын болады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер, өте керемет шығады.